Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің математика пәні мұғалімі Аткеева Дина Оралбаевна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару, іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептерді шығару. Оқу мақсаты: қозғалыстың орташа жылдамдығын табу, мүмкін нұсқаларды іріктеу тәсілімен комбинаторикалық есептерді шығару. Бастауыш сыныпта өткен жылдамдық, уақыт, қашықтық өлшемдерін қалай табу керектігін есімізге түсіріп өтейік. Қашықтықты, жолды табу үшін қозғалыс жылдамдығын қашықтықты жүріп өткен уақытқа көбейтеміз. Қозғалыс жылдамдығын табу үшін жолды қашықтықты жүріп өткен уақытқа бөлеміз. Қашықтықты жүріп өткен уақыт табу үшін жолды қозғалыс жылдамдығына бөлеміз. Енді есептер шығарып көрейік. Жүк машинасы 1,5 сағат 50 км/сағат жылдамдықпен, 58,5 км/сағат жылдамдықпен 2 сағат және 54 км/сағат жылдамдықпен 2,5 сағат жүрді. Жүк машинасының орташа жылдамдығын табыңдар. Бірінші біз барлық жүрген жолды тауып алайық. Ол үшін 1,5-ке 50-ді 58,5-ке 2 сағатты және 54 км/сағатқа 2,5 сағатты көбейтіп алайық. Сонда бізде барлығы 327 км жол жүрген екен. Енді екіншіден барлық жүрген уақытты тауып алайық. Демек 1,5 сағатты 2 сағатқа және 2,5 сағатқа қосамыз. Сонда бізде барлық 6 сағат жүрді. Енді орташа жылдамдық табу үшін осы берілген жолды бөлеміз уақытқа. Демек 327-ні 6-ға бөлеміз, сонда 54,5 км/сағат. екен. Жауабы: жүк машинасының орташа жылдамдығы 54,5 км/сағат. Балалар, енді мына видеоға назар аударайықшы. Жарық жылдамдығынан асатын жылдамдық жоқ. Ол секундына 300 миллион метр жылдамдықпен таралады. Астрономдар ғарыш кеңістігіндегі үлкен қашықтықтарды жарық жылымен өлшейді. Оларды метр не тіпті километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық өте жылдам таралғанымен, ғарыш кеңістігі өте үлкен. Жарық күннен жерге 8,3 минутта жетеді. Сондықтан біз барлық құбылыстарды бірден байқай алмаймыз. Күн жарықтығының күрт өзгерісі жер бетінде 8,3 минуттан кейін ғана байқалады. Жерге күннен кейінгі ең жақын жұлдыз Центавр Проксимасы. Оның бізден қашықтығы 4,2 жарық жылына тең. Біз оны түнде көргенде, бізге көрінетін жарық одан 4,2 жыл бұрын шыққан болып табылады. Жарық жылдамдығына қарамастан, күн жүйесінің аумағы өте үлкен болғандықтан, біз ғарыш кеңістігіне қарағанда негізінен өткен уақытқа қараймыз. Осы видеодан көп ақпарат естідіңдер. Жылдар, үлкен өлшем бірліктер, километр, метр секунд, километр сағат деген өлшем бірліктерге назар аудардыңдар. Өте үлкен шамалармен жұмыс жасау өте қиын. Ал енді күнделікті өмірде кездесетін мынандай есепті сіздерге арнайын. 1 минутта адам 100 метрде жол жүрсе, жол серігі осы уақыт ішінде 500 километр, ал жарық сәулесі 18 миллион километр қашықтықта самғайды. Жаңа видеодан алған ақпараттарыңыздай 18 миллион километр өте үлкен шама. Сондықтан денелердің қозғалыстарын салыстыру үшін қозғалыс жылдамдығы деген ұғым енгізіледі. Бір өлшем уақытта жүрілген жолды жылдамдық деп атайды. Алдыңғы есептерде шығарғандай орташа жылдамдықты табу үшін мына формулаларды қарастырамыз. Ал енді келесі есепке назар аударайық. Күннен жерге дейін қашықтық шамамен 150 миллион километр. Жарық жылдамдығы 300 мың километр секунд. Жарық күннен жерге дейін қанша уақыт жетеді? Алдымен есептің шартын жазамыз. S-тен 150 миллион километр, V-тен 300 мың километр секунд табуымыз керек уақытты. Уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Және де өлшем бірліктерінің барлығын бірдейлестіріп алып, жауабын жазатын болсақ 500 секунд немесе 8 минут 20 секунд. Жауабы: жарық күннен жерге
8 минут 20 секунд уақытта жетеді екен. Мына келесі есепті өздерің шығарып көріңдерші. Автомобиль 61,3 км сағат жылдамдықпен 2 сағат, келесі 3 сағатта 73,4 км сағат жылдамдықпен, 65,8 км сағат жылдамдықпен тағы 1 сағат жүрді. Автомобильдің орташа жылдамдығы қандай? Мына нұсқаулыққа назар аударыңдар. Біріншіден, автомобильдің барлық жүрген жолын есептейсіңдер. Екіншіден, барлық жолды жүруге кеткен уақытты табасыңдар. Үшіншіден, барлық жолды сол жолды жүруге кеткен уақытқа бөліп, орташа жылдамдықтың формуласын пайдаланасыңдар. Және де формуланы тұжырымдап, жауабын негіздейміз. Жақсы оқушылар, бірінші сұрақ бойынша автомобильдің барлық жүрген жолын есептеп табуымыз керек. Ол үшін 2 сағатты 61,3-ке көбейтіп, 3 сағатты 73,4-ке көбейтіп, және 1 сағатты 65,8-ге көбейтіп, барлығын қосамыз. Сол кезде бізде 408,6 километр, яғни автомобильдің барлық жүрген жолы шығады. Екіншісі, барлық жолды жүруге кеткен уақыт табу үшін барлық уақытты қосамыз. 2-ні, 3-ті және 1-ді қосқанда 6 сағат. Орташа жылдамдықты табу үшін барлық жүрген жолды уақытқа бөлеміз. Сол кезде бізде 408,6-ны бөлеміз 6-ға, 68,1 км сағат, яғни бұл орташа жылдамдығымыз. Келесі мына бір есепті қарайықшы. Сыныпта Біржан, Самал және Мирас әрқайсы бір күннен 3 күн кезекші болу керек. Олардың кезекшілік ету ретінің неше нұсқасы бар? Енді әріптермен белгілейік. Біржанды Б әріпімен, Самалды С әріпімен және Мирасты М әріпімен белгілесек, мына суретте көріп тұрғандай әртүрлі нұсқада іріктеп алуға болады. Есеп шешуінің мүмкін нұсқалары: Біржан, Самал, Мирас, Біржан, Мирас, Самал, Самал, Біржан, Мирас, Самал, Мирас, Біржан, Мирас, Біржан, Самал, Мирас, Самал, Біржан. Демек, олардың кезекшілік етуінің 6 нұсқасы бар. Ал мүмкін нұсқаларды іріктеудің мұндай тәсілін мүмкін нұсқалар ағашы деп атайды екенбіз. Кесіндіге байланысты мына есепті қарастырып көрейік. Түзудің бойынан 5 нүкте белгілеп алайық. А, Б, С, Д, Е нүктелерін белгілегеннен кейін неше кесінді пайда болды дейді. Кесінділер: А, Б кесіндісі АЦ, АД, АЕ, БЦ, БД, БЕ, СД, СЕ, ДЕ. Кесінділер саны бастапқыда 4, 3, 2, 1 деп кемігендіктен барлық кесінділер бізде 10. Мына есепті барлығымыз бірге талдайықшы. Туристер Қазақстаннан Түркістан, Алматы және Семей қалаларына 16-24 минут, 24-26 минут, 26-33 минут саяхат жасаулар керек. Туристер осы қалаларға неше нұсқада саяхат жасай алады екен? Қаны ойланып көрейікші. Әрине дұрыс. Түркістан, Алматы, Түркістан, Семей және Алматы, Семей. Өте жақсы. Келесі сандарға байланысты мына есепті қарастыратын болсақ, 0, 1, 2 және 3 цифрларының әрқайсысын бір рет қана пайдаланып, 3 таңбалы сандар құрастырыңдар. Сонымен жауабы: 1-ден басталатын 120, 123, 132, 130, 102, 103 болса, 2-ден басталатындары 201, 202, 203, 210, 230 және 213. 3-ден басталатын сандар 301, 302, 310, 312, 320. Оқушылар, сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасын белгілеп алыңдар. Мына орташа жылдамдықтың формуласын пайдалана отырып берілген есепті шығарыңдар. Назарларына рахмет, сау болыңдар.